10-шы есеп. Теңдеудің түбіріне қарама-қарсы санды табыңыз. Біз теңдеуді көріп тұрмыз. Теңдеуді шешейік. Минус 3,2х минус 2,5-ті 2,4-ті 4-ке көбейтіп алайық мұнда. 2,5 көбейтеміз 2,4-ке. 4-ті 5-ке көбейтеміз 20, 0-ын жазамыз 2 ойда. 4-ті 2-ке көбейтеміз 8, ойдағы мен 10. 2-ні 5-ке көбейтеміз 10, 0-ын жазамын 1 ойда. 2-ні 2-ке көбейтемін 4, ойдағы мен 5. 0, 0 және 6. Өтір 2 орын, демек 6 болады. Минус пен минус бізге плюсты береді. Сонда минус 6 плюс 6х болады. Минус 2,5-ті 3-ке көбейтсек, ол минус 7,5-ті береді бізге. Және минус 2-ден 1 тең минус 36-ға. Теңдеуді шешкенде біз белгілерін бір жаққа, белгісіздерін бір жаққа жинақтаймыз. Минус 3,2х пен плюс 6х таңбалары әртүрлі. Үлкеннен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. Ол 2,8х болады. Минус 7,5 және минус 2-ден 1 ол бізге минус 0,5-ті береді міне. Мынау сан бізге минус 0,5-ті береді. Ендеше минус 7,5 пен минус 0,5-тің таңбалары бірдей, қосып ортақ таңбасын қоямыз. 7,5-ке 0,5-ті қоссақ ол 8 болады. Таңбасы минус, ал ол теңдеудің оң жағына плюс болып келеді. Плюс 8. 2,8х тең минус 36 плюс 8 таңбалары әртүрлі. Үлкеннен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. 36-тан 8-ді азайтсақ 28 және үлкеннің таңбасы минус. Осы жерден х-ті тапсақ, ол минус 28 бөлінген 2,8. Х тең минус 10-ға. Ал бізге теңдеудің түбіріне қарама-қарсы санды табыңыз дейді. Ендеше минус 10-ға қарама-қарсы сан ол плюс 10, немесе жай 10. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.